Видеоны көрмей тұрып достар, өзімнің Instagram парақшамды ұсынғым келіп отыр. Себебі сіздер бұл жерде менің күнделікті фотоларымды, немесе күнделікті историялар, немесе анда-санда тікелей эфирлерге шығып тұрамын, соларды көріп тұра аларсыздар. Және де менің өмірімде болып жатқан жағдайларды, бұл парақша жаңадан ашылған парақшам, сондықтан да тіркеліп қолдап кетіңіздер. Тіркеліңіздер, егер де сіздер Instagramға кіретін болсаңыздар, менің осы жаңа парақшама тіркеліңіздер. Сілтемесі төменде болады, немесе поискқа нежный кішкентай әріппен Айбек нежный Т деп жазсаңыздар, бірінші шығады. Осыған тіркеліңіздер. Сілтемесі төменде болады, немесе нежный Айбек нежный Т деп жазсаңыздар, шығатын болады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, міне видеоның басында міне қысқаша сіздерге посылка ашып жіберейін деп шештім. Енді бұл посылка бір айда келді. Тез-тез ашып көрсетіп жіберейін, содан соң ары қарай көресіздер видеоны. Бұл міне мынандай кішкентай нәрсе. Өздеріңіз де біліп отқан шығарсыздар. Енді қыздар жағы біліп отыр. Осындай міне қолға тағатын, қалай айтсам болады, шексіздіктің браслеті дей ма, бірдеңе дейді. Солай енді. Осындай міне мелкий зат, кішкентай. Содан тек видеоның басында кішкене видео қызығырақ болсын деп сіздерге ашып жіберіп жатырмын. Ал кеттік, ал видеоны ары қарай жалғастырайық енді. Ал достар, міне видеоның сыртынан да көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен қазақ ютуберлеріне пародия жасаймын. Бұл ешқандай да мазақтау немесе басқа нәрсе емес. Бұл тек қана пародия, өзімнің дауысыммен басқа ютуберлердің дауыстарын салып көретін болам. Енді Морбит ағамыз бірінші шығарды. Бұл енді плагиат емес. Просто енді өзімнің дауыстарым кішкене ұқсатып көретін боламыз. Сол қазақ ютубын дамытып келе жатқан ағаларымызға. Енді ендеше көп созбай бастайық. Бұл ешқандай да мазақтау емес, тағы да екінші рет айтып қояйын. Мен қазақ ютубын дамытып келе жатқан ағаларымыздың барлығын да сыйлаймын. Сондықтан да ешқандай да мазақтау деп ойлап қалмаңыздар. Сәлем достар, сендермен орка. Бүгін біз Outlast деген хоррор ойынды ойнайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Сәлем достар, сендермен бірге мен Майк Миллер. Бүгін біз GTA 5 ойыннан видеомызды жалғастырамыз. Бүгін біз керемет Simple мен бірге видеомызды ойнайтын боламыз. Видеомызда болғанда қалай GTA 5 ойнайтын боламыз. Simple, амандасып жібер. Йоу, бро! Ассалау, құрметті достар, қонақтар. Сіздердің алдарыңызда Морбит арнасы. Бүгін біз CSGO ойынына ойнайтын боламыз. CSGO-да біздің қасымызда Алик KZ және де Супер Гигач бар. Hello достар, сендермен Баука. Көптен бері видео шыққан жоқ, бірақ өздеріңіз де түсінетін шығарсыздар. Мен 11-ші сыныпта аяқтадым. Енді соған орай менде көптеген экзамендер, анау-мынау жұмыстар болды. Соған қарай мен видео шығара алмадым. Енді сіздерге бір керемет айтар жаңалығым бар. Нурсик, Дика, Орка, мен төртеуміз тұңғыш президент паркында сіздермен, көрермендермен фан встреча ұйымдастырайын деп отырмыз. Сіздер білесіздер ме, кішкентай жыланнан бастап үлкен анаконда, кобра деген жыландарға шейін жатады. Соның қайсысы улы немесе улы емес екендігін білмейміз. Сәлем достар, сізбен бірге пазларыңыз. Бүгін біз адам өмірін жалмаған 10 үлкен жыландар жайлы айтамыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик KZ. Бүгін біз GTA 5 ойынынан видеомызды жалғастырамыз. Сіздерге рахмет, лайк басып біздің арнаға жазылып жатқандарыңызға. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Хатет Нұрстан және Супер Гигач арнасы. Бүгін біз жаңадан ойын бастайтын боламыз. Trigger деген ойынды бастайтын боламыз. Бұл ойын енді компьютерге емес, Androidқа арналған ойын. Ал достар, міне осымен біздің видеомыз соңына жетті. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Менің даусым кімдікіне қаттырақ ұқсады, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Қай ютубер ағаларымыздың даусына қатты ұқсады, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Білмеймін, өзім білмеймін, енді ондай қатты ұқсаған жоқ сияқты емес, бір нормально ұқсаған сияқты, білмеймін. Сіздер енді көп қарайтын болсаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Кімге қаттырақ ұқсады, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқитын болам, маған қызық болады. Ал достар, енді видеоның соңында сіздерге бір айтар нәрсем бар. Енді оқу жылы басталды, енді видеолар аз шығып тұрады. Бір аптада бір рет шығаруға тырысатын болам. Енді сіздердің қолдауларыңызбен 7-ші күні немесе басқа күндері қолым бос болған уақыттарында шығарып түсіріп тастауға тырысатын болам сіздер үшін. Сондықтан да видео шықпай жатса, ВК-да менің видео қайда, анау-мынау деп сұрамай-ақ қоюларыңызды сұраймын. Себебі міне сіздерге ескертіп жатырмын, оқу жылы басталды, сабақ оқу
керек деген сияқты аптасына 1 рет немесе 2 рет қолым тіпті бос болып жатса 3 рет шығаруға да тырысатын боламын. Сондықтан да сіздер тек қана күтіңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Тағы да осындай керемет видеоларды күтетін болсаңыздар, осы видеоға лайк басып біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Менің Instagram парақшама да және де ВК группамызға маған ВК-да достық жіберіңіздер. Барлығына сілтемесі төменде болады. Ал давайте достар.